Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге банан қосылып жасалатын осындай өте оңай торттың түрімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көрмес бұрын міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен осындай крем жоқ печенье керек болады. Осы печеньені жақсылап үгітіп аламыз. Мен осылай қолмен ұнтақтап шықтым. Сіздер блендермен немесе целлофанға салып оқтаумен ұнтақтасаңыздар болады. Үстіне ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Печенье осылай бір-біріне бірігіп тұру қажет. Енді печеньені осындай кольцоға немесе табаға шет-шетіне тығыздап жабыстырып шығамыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына банан мен вареный сгущенка керек болады. Печеньенің үстіне варенканы жағып шығамыз. Егер варенка қою болатын болса, міндетті түрде газға қойып ерітіп алу қажет. Үстіне бананды орналастырып шығып, тағы да қайталап варенка жағамыз. Және екінші рет банандарды орналастырып шығамыз. Енді крем дайындаймыз. Салқын сливкеге құмшекер салып миксерлейміз және әр минут сайын миксердің жылдамдығын арттырып отырамыз. Кремді мешокқа салып, қалаған насатымен торттың үстін сәндейміз. Тортты әркім өз қалауынша сәндеуге болады. Мен осылай какао сеуіп шықтым. Енді тортты холодильникке кемінде 2-3 сағатқа салып қоямыз. Сонда тортымыз жақсы бірігіп, формасын сақтап тұрады. Кейіннен осылай табамыздан ақырын босатамыз. Осымен банановый пай торты дайын болды. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеомызға лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.